видеолар ашпай жатсам, мен YouTube'да каналым бар, Miko Pro деген канал. Осы жерде мен барлық видеоларды YouTube'ға салып отырам. Мінекей көріп жатсыздар, барлық видеолар осы YouTube'да бар. Келесі менде Instagram miko.pro, осы Instagram'да отырам. Егер Instagram'да отырып жасап жатсаңыздар, хэштег MikoPro деп салыңыздар. Және де келесі VK, мен основной осы жерде жұмыс жасаймын. VK-да көріскенше. Ассалаумағалейкум. Бүгін бастаймыз ал. Үшінші бізде фото Vampire Style болатын. Не өзіме керекті фото. Бұл жерде бірінші бізде функция рисовать орындалады. Рисовайтқа кіреміз. Кисті таңдап, бұл жерден қара түсті, яғни видеода көрсетіліп тұрған кисті таңдауларыңызды сұраймын. Сол кист ең ыңғайлысы болып табылады. Енді айналасындағы көзді біз қара түске бояп шығамыз. Кәдімгідей қара түске жақсылап ішін қою қара қылып бояп шығасыздар. Мінекей тура видеодағы сияқты қылып бояды. Енді өшіргішті алып, көзден шет-шетін шығып кеткен жерлерді жақсылап аккуратно қылып өшіріп шығасыздар. Көздің сызығын барлық жерін точно келтіріп алыңыздар. Мінекей біздің бірінші көзіміз дайын. Енді екінші көзді тура солай қара түске бояп шығасыздар. Бұл көзді де аккуратно қылып бояп шығасыздар. Оны да тура бірінші көз сияқты жан-жағын өшіргішпен өшіріп тастайсыздар. Яғни өзіңізге артық шығып кеткен қыр жерлерін өшіргішпен өшіріп шығасыздар. Мінекей рисовать екінші көзімізді де бітірдік, өшіргішпен өшіріп. Енді келесі бізде келесі функция добавить фото. Добавить фото орындалады. Бұл жерде маған керек Galaxy және де екі қара түсті көз. Бұларды қазір бірінші пайдаланамыз. Бірінші біз ерінен бастаймыз. Ерінді енді осы жерде жақсылап мұқиятпен қараңыздар. Еріннің тұсына төрт бұрышынан апарамыз. Мінекей апарыңыздар, ерін сиядау деген жерге апарыңыздар. Бірінші түйме, яғни қоюлық суреттің шамалы күшін азайтып алыңыздар. Мінекей ар жағында ерін көрініп тұру керек, көрінді. Енді жоғарыдағы өшіргішті алыңыздар. Өшіргішті алып, полный барлығын до конца тіреңіздер де өшіріп тастаңыздар суретті. Енді қайтадан азайтамыз. Азайтып өзіңізге ыңғайлы, ерініңізге ыңғайлы дәрежеде келтіріп, кистті ауыстырамыз, яғни бояғышқа ауыстырамыз, өшіргіштен бояғышқа. Енді ерінді бояп шығасыздар. Боясаңыздар, жаңағы сурет өздігінен бояла береді осылай. Ерінді бояп, тура онытта өшіргішті алып, жаңа көзді бояған жерлері сияқты артық жерлерін өшіріп, тек қана еріннің үстін. Кейін қайта қоюлықты көтеріп, затемнитке қойсаңыздар, дайын бола қалады. Мінекей өшіргішпен кішкене өшіріп тастаймыз, керек емес жерлерін, артық қалған жерлерін. Мінекей бізде ерін дайын болды осымен. Енді Galaxy артын қалай дейді? Жұлдызды, алтын бұл да бір әдемі фон береді, бұны істеу маңызды емес, бірақ та бұл да бір әдемілік береді. Осы жерден экран затемнит, отвелит болу керек, мен ойымша. Осыны таңдаймыз. Бұны өшіріп шығамыз, яғни адамның бетіне түсудің қажеті жоқ. Тек қана артық фонды сәндеп тұрса болды. Бізде бұл мінекей дайын. Бізде келесі тағы да добавить фото. Енді өзімізге жаңа қара көздерді таңдап аламыз. Қара көздерді апарасыздар. Қара көздерді апарып, ішіне турлап қоясыздар. Созатын, егер көзіңіз домалақ болса, домалақ қылып созасыздар. Осылай сопақша болып кеткен болса, сопағынан қылып қоясыздар. Екінші көзді тура солай жан-жағын қысыңыздар. Егер қатты шығып кетіп отырса, өшіргішпен өшіріп тастасаңыздар да болады. Мінекей көзіміз осылай жануар көз, немесе вампир көз дейді бұны. Сондай вампир көзге айналды. Екінші тағы да добавить фото. Енді екінші түрін көрсетемін сіздерге, яғни ол галактикалық көз. Тоже бұл да бір сәндік береді. Бұны аласыздар, смешайтқа кіріп, бұны да өзінің түсіне қойып алып, жан-жағын өшіріп, өзінің удобнылығына келтіреміз. Яғни екіншісінде тура солай отвелитке қоясыздар. Екінші көзді шамалы үлкейтіп жібере салайын. Мінекей үлкейтіп жібердім. Неге осымен. Енді келесі функция растяжка. Инструменттің ішінде растяжка кіресіздер. Мощность до конца тіреміз. Астында до конца тіріп, размерін өзіңізге сай қылып, экран ұстап тұрып тартып қалсаңыздар, осындай функция орындалады. Мінекей тартасыздар, қалаған жерлеріңізде тарта бересіздер. Размерін кішірейтіп тартсаңыздар да болады. Ерінін де дәл осылай тартып тастайсыздар.
дәл осы жүйемен біздің фото орындалады. Керек болып жатса мен ВК-да альбомға салам. Осымен сау саламатта болыңыздар, бізге фотоларыңызды жіберіңіздер. Could be us. So back to what I was saying.